Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздерге бүгінгі көрсететініміз әке көрген оқ-жанар, ана көрген том пішер. Балалар мен ата-аналар арасында қолөнер туындыларын әзірлеу барысында халық арасында ұмыт болып бара жатқан біз кесте өнерін ұсынамыз. Інжу мен Әмірдің әжесі Айнагүл Наби қызына кезекті береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Сіздерді алда келе жатқан Наурыз мерекесіменен құттықтаймыз. Біздің бүгінгі көрсеткен отырған өнеріміз негізі біз кесте деп аталады. Жалпы халық арасында ертегі кезден бастап ата-аналарымыз ол балаларды ағаш бұйымдарды ер-тұрман жасауға, темірден түйін түйуге үйретсе, қыз балаларды кесте тігуге, алаша тоқуға, әртүрлі ши орауға, жүннен киіз басуға баулып келген. Сол өнерді біз анамыздан көріп өсіп келдік. Әр қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру мақсатында өз балаларыма үйреттім. Енді қазір осы немерелеріме үйретіп келе жатырмын. Ең алдымен бұның негізгі мақсаты балаларды дұрыс тәрбиелеу, ұлттық салт дәстүрді сақтау, қол өнерді дәріптеу болып табылады. Бұл өнерді бастамас бұрын ең алдымен бізде мата таңдалып алынады. Міне Әмір, Інжу қарай қойыңдар. Міне мата таңдап алынады. Сол матаға біз тігетін бұйымның оюларын сызып аламыз. Оюлар әр түрге бөлінеді. Дөңгелек пішінді ою, шаршы пішінді ою, немесе киімге тігетін ою, алашаға тігетін ою, көрпешеге тігетін ою деген сияқты әртүрлі оюдардың үлгісі болады. Бұл оюларды негізі міне сүтпенен, мен бұл оюды міне жаңа ғана сыздым. Сүтпенен тұзды араластырып, шименен сызып келген әжелеріміз. Қазіргі заманда міне осылай сызып отырмын мен міне. Бұның себебі бұл өшпейді. Тұз бен сүт қосылғандықтан қандай кезде де өшпейді. Сол себепте міне қанша бұлай үйкеп сүртсе де өшпейді. Сызылған оюды матаны кергішке керіп, міне қатты қып кереміз, бұлай жіппенен тартып. Осы керілген, бұл кергіш деп аталады, міне кергішіміз мынау. Осы керілген оюға енді бұны тігу үшін бізге әр түрлі түсті жіптер керек. Бұл жіптерді кезінде біздің аналарымыз жоқшылық заманда матадан суырып тіккен, әр түрлі тоқыма бұйымдарды сөгіп тіккен. Қазір дайын мынандай жіптер сатылады, міне арнайы жіптер сатылады. Бұл жіптердің иірілуі әртүрлі болғандықтан кестеге тігілетін иірілуін тура бабына сәйкес қып иіріп аламыз. Себебі қатты шиырығып иірілген жіп немесе бос болып кеткен жіп бұл дұрыс тігілмейді, және де кестенің сәнін кетіріп тұрады. Сол себептен жіпті осылай әр қайсысын иіріп дайындап аламыз. Міне осы иірілген жіптерменен біздің көмегіменен міне бізіміз бұл қармақпыз деп аталады. Міне кезінде мынау міне аталарымыздың, әкелеріміздің істеп берген бізі, менің қыз күнімдегі істеп берген бізі, сонымен күні бүгінге дейін міне тігіп келе жатырмын. Қармағы бар, бізбенен тоқылады. Енді осы бізбенен қалай тоқылады? Міне бұл жастықтың негізі, бұл тігіп жатқан бұйым жастық. Жастықтың міне бірінші жастықты істеп бітті мен тігіп. Енді екіншісі міне сызып бастаймын. Міне қармақ біздің үстіне ұстаймыз да, ар жағындағы қолда жіп бар. Сол жіпті осы қармақ бізге іліп алып отырамыз. Міне осылай тігіледі. Біздер мысалы 2-3 ай тігуге тура келеді. Сондықтан қаншама бұған шыдамдылық, ептілік керек. Және де қыз баланы ептілікке міне қолдың икемділігі деген ерекше дамиды бұл жерде. Міне қолдың икемділігі. Осылай жалғастырып біз тіге береміз. Мысалы оюдың сыртын жасылмен тіксек, ішін қызылменен, әр түрлі жіптердің үйлесімділігі бұл жерде өте көп әсер етеді. Осы өнерді мен міне немерелеріме үйретіп отырмын. Бұлар да келешекте осы өнерді жалғастырып тігетін болады.